Худайбия ғазауаты. Меккелік мүшриктер Худайбия кезінде умра қажылығын өтеуге келген пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың Мекке қаласына кіріп умра өтеуіне кедергі болған еді. Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мүшриктерге соғысу үшін келмегенін, умра қажылығы үшін келгенін бірнеше қайтара ескерткен болатын. Құрайыштықтар мұсылмандарға осы істі талқылау үшін бірнеше елші жіберген. Олардың арасында Урва ибн Мас'уд ас-Сақафи де болды. Оның хадисі Әл-Бухари мен өзге де хадис ғалымдарының жинақтарында мәшһүр. Хадисте келгендей, ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына зер салып қарайды. Сөйтіп, Алланың атымен ант етемін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түкірсе, түкірігі жерге тимейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларға бір бұйрық берсе, сол бұйрықты орындауда бір-бірімен жарыса кетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәрет алса, сол дәрет суына қол жеткізу үшін бір-бірімен соғысардай болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөйлесе, барлығы үнсіз қалып, оған деген құрметі үшін көздерін төмен түсіре қалады деген болатын. Содан Урва өз қауымына келіп, уа халайық, Алланың атымен ант етемін, мен қаншама патшаларды, Қайсар, Кисра, Наджаши сынды билеушілерді көрдім, бірақ Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам ұлықтағанындай ешбір қауым өз патшаларын ұлықтағанын көрмедім деген.